Сәлеметсіңдер ме балалар? Математикадан 5-ші есеп 59-ші бет. Тақтаға назар аударайық. Мәтін бойынша қысқаша есептің берілісіне қысқаша есептің шартын құрастырайық. Есепте барлығы 76. Мінекей 76 деп белгілейік. Әншілер, келген әншілер әдеп кете берейік. 24 екен саны. Келесі бешілердің саны Б деп кетейін. Бешілердің саны 28. Енді халық әнін орындаушылар саны белгісіз. Х, Ә. О дейін халық әнін орындаушылар саны белгісіз. Енді есептің шешуін қалай шығарамыз? Ойланамыз. Естейміз балалар. Есептің қысқаша шартын құрастырдық. Ойланамыз. Есептің шешуін шығарамыз. Жарай ма? Енді әсіне тоқталайын. Бұл 5-ші есептің асы. Әсіне тоқталайын. Әсінде қанша деген ұғымды ойланып көрейік. Қанша, сонша. Мысалы, менің қолымда 20 дәптер бар. Оның қолында сонша дәптер бар деген ұғымды есімізге түсіріп алайық. Яғни қанша мен сонша деген ұғым, яғни өзара біріне бірі тең деген мағынаны білдіреді. Сондықтан енді бұл жерде есептің берілісін оқып алғаннан кейін түсіне жатарсыздар. Алдымен әншілер. Әншілердің саны 11. Бишілердің саны сонша. Мына жерге жазасыңдар. Мінекей, әнші қанша болса, биші сонша. Енді кезекте тұрған әншілер, тағы да орындауға келген әншілер ғой. Кезекте тұрған әншілердің саны 23. Бізге не дейді? Барлық өнер көрсетілушілер кімдер? Барлық өнер көрсетілетін адамдардың санын сұрайды. Соны анықтауымыз керек. Мына сызық балалар, бұл барлығын табу керек деген сөз. Енді ары қарай осының шешуін табамыз. Мына жерде мен көмнікте қойып кеттім. Бұл жерге сіздер сонша деген ұғымның тиісті санын қоясыңдар. Жарай ма? Және жауабын жазасыңдар. Шешуінен кейін жауабын жазуды ұмытпаңыздар.